Қайырлы күн, сіздермен асқабақ қосылған балмұздақ жасап үйренеміз. Бұл балмұздақ балалар жегенге пайдалы. Егер видео қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Алдымен асқабақтың сыртын жуып, тазартып аламыз. Міне асқабақты тазартып алдым. Осылай жіңішкелік кесіп аламыз. Кастрюльге астына су құйып, асқабақтарды 15-20 минут буға қойып қоямыз. Салқын кілегейді қоюланғанша миксермен ұрғылаймыз. Міне кілегей қоюланды. Міне асқабақтар дайын болды. Енді бұны блендермен еземіз. Міне асқабақ езілді. Блендер жоқ болса, асқабақ қасықпен де езіледі. Енді осы асқабаққа кішкене ғана қант қосамыз. Осылай араластырамыз. Енді кілегейге қоюлатылған сүтті құямыз. Езілген асқабақты саламыз. Үшеуін миксермен 3 минуттай ұрғылаймыз. Мынадай болды. Енді ыдысқа құямыз. Енді бетін жауып, морозильникке кем дегенде 5 сағатқа қойып қоямыз. Міне балмұздақ дайын болды. Енді оны ыдысқа саламыз. Міне балмұздақты ыдысқа салып қойдым. Дәмі ерекше, керемет болып шықты. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.